Құрметті көрермен, дәл қазір Мақпалдың мекені Айдары. Бүгінгі менің қонағым ең алдымен алтын асықтай 5 ұлдың аяулы бір қыздың анасы. Қыдырәлідей қазаққа еңбегі сіңген асыл азаматтың жары, қазақтың жүрегінен орын алған әншісі Қарақат, қош келдің. Рахмет, қош көрдік. Қарақат, ең алғаш... Мақпал маған 5 ұлдың анасы дедің. 5 ұлдың бе? Соғанда аузыма салып тұрға 5 ұлдың анасы болайын деп тұрғашасың. Жалпы Қарақат, ең алғаш сені көргенім әлі есімде. Шамамен бір 2000 жылдардың басы ғой деймін. Жазушылар одағында бір мереке болды. Ұмытып қалсам, бір жазушының мерейтойы ма, сол кезде ең алғаш бөркіңді киіп алып, бір сахнада алғаш тұрмысқа шыққан уақытың. Бір маған еліктің лағындай, сондай бір пәк, сондай бір бейкүнә, сондай бір әдемі болып көріндің. Саған енді бұл бір ғашықтық, енді әйел адамында болады ғой, өнер адамына, сұлу адамға ғашықтық сол кезде қарап тұрып, не деген тамаша, не деген таза адам, не деген өнерге бір сондай керемет әнші келді ғой деп. Ерекше ғашық болғам, ынтазар болғам, былайша айтқанда. Бірақ өзің айтпақшы, жылдар өткеннен кейін өзің балаларың жазыпты ғой, кішкентай кезінде суретке қарап, мама адамдардың бәрі неге кішкентай кезінде тәтті болады да, кейін үлкен болғаннан кейін жаман болып кетеді деп өзің ұлдарың айтқан екен ғой. Сол сияқты кейін жылдар өткеннен кейін сол бір пәктік, сол бір тазалық еді жоғалды, шын айту керек. Басқа бір Қарақатқа, бір толысқан, кемелденген Қарақатқа айналдың, көз алдында өсу процестері өтті. Жалпы, енді танымалдылыққа, танымал өмір, осы кемелденген, қазіргі образыңды берген өмір арқылы нені жоғалтып алдың? Баяғы балаң, тап-таза Қарақат нені жоғалтты, нені айырбастады? Енді ол табиғаттың заңы ғой, адамның сарауыз балапан болып келесің, сөйтіп оң солыңды танып, бәріне уақыт емші. Өмірдің өзі адамды тәрбиелейді. Сондықтан да ол тек маған ғана қатысты емес, жалпы адамзаттың барлығына тән нәрсе сияқты. Уақыт өте келе адамның өзгеруі, адамның ширауы, адамның кішкене мінезінде де өзгеріс болады. Өмірге деген көзқарасыңда өзгеріс болады. Еш нәрсе бір жерде тұрмайды ғой. Үнемі қозғалыста, үнемі дамудамыз. Сондықтан да дұрыс айтасыз, я бұрынғы Қарақат пен қазіргі Қарақат салыстыруға келмейді. Бұрын дұрыс байқағансыз, өте өзіме сенімсіздеу, әр нәрседен қорқақтайтын, сосын жаңағы мені тіпті жай ғана бір көзқараспен ақ өмірден төлтіп тастауға болатын еді кезінде. Біреудің маған танымаймын ол адамды, мысалға, жай маған дұрыс қарамаған болса, мен соны қатты жүрегіме алып, жараланып, уайымдап, қайғырып, неге маған өйтіп қарады екен, мен не істеп қойдым, мен ол кісіні танымаймын ғой деп. Сол жай ғана бір көз қарастың төңірегінде мен көптеген уақыт бойы жүрегім сыздап, соған уайым кешетінмін. Ал қазір бәрім басқаша. Яғни ол да болса айтып отырмын ғой, табиғаттың заңы, ол адам солай өсет, солай дамиды, солай өзгеретін шығар. Өмірде Қарақат екеуміз сен деп сөйлейміз бір-бірімізге. Сондықтан сен деп сөйлесең, өйткені әңгімеміз шынайы болсын деп ойлаймын. Жалпы бүгін сенің барлық телевизиялық бағдарламаларға жасаған сұхбаттарыңды қарап отырсам, ешқашанда ішіңді бермейсің. Ешқашанда, енді былай өмірде мен сені білем ғой, ешқашанда бір ортада жүрсек те, үнемі сенімен жүрсек те, ешкімге өзің жақындан болмаса ақтарыла бермейтін адамсың. Өзіңнің белгілі бір жасаған образыңнан шықпайсың. Яғни мен сондаймын, мен ойлаймын жалпы адам баласының өз әлемі болады. Өзіне ғана тән әлемі бар, ол әлемге сырттан бөтен ешкім кірмеу керек. Ол әлем сондай таза, ол әлем сондай тұнық, ол әлем саған ғана мәлім, саған ғана түсінікті. Сондықтан да достармен де өзіңнің аралыңда қарым-қатынасың бар, туысқандармен өзара қарым-қатынасың бар. Яғни адам кіммен қалай қарым-қатынас жасау керек екенін нақты түсіну керек, нақты білу керек. Егер ол сенің ішкі әлеміңе барлығын кіргізу, барлығына жеке өміріңді хабардар ету ол міндетті емес. Менің әлемімде менің жанұям, ол менің жолдасым, азаматым. Кез келген тақырыпта ешқандай жағынан бүкпе сырым жоқ. Кез келген тақырыпта кеңесетін де, ақыл сұрайтын да, ақылшым да, қолдаушым да ол менің азаматым. Мен оны әрқашанда айтамын, өйткені ол солай. Ал және де ол менің балапандарым. Ал енді
достармен өзімнің арамда сый құрметім бар, сыйластығым бар. Олармен өзімнің шеңбер болады, әр нәрседе шеңбер болады. Ол шеңберден аспау керек адам. Сол кезде ғана мен ойлаймын, арадағы әдемі сыйластық ұзағынан болады, қадірі, салмақтана түсетін сияқты, жалықтырмайтын сияқтысың. Ол да өзінше бір саясат. Дос жинай білу және сол доспен ұзақ жылдар бойы араңдағы сыйластықтың бір күшейіп тұруы, үнемі сыйластықтың арта түсуіне адамның өзі көбіне жауапты болады. Сондықтан да айтатын әңгіме бар, айтпайтын әңгіме бар. Достарыңа қатысты әңгіме бар, қатысты емес әңгіме бар. Ал оған билік жасап, оны жүргізетін жан иесі, яғни өзің. Жалпы өмірдің бәрін саясатпен ұстап тұру мүмкін бе? Өзің жаңа саясат деген сөзді айтып қалдың. Саясатпен ұстап тұру мүмкін бе дегенде енді ең бастысы адам, мен ойлаймын, өзіне бір өмір сүру салты, өмірге деген көз қарасы. Сен біреудің айтқанымен жүріп тұрмайсың ғой. Ол сенің жүрегіңнің әмірімен, ол сенің туа біткен қасиетің, болмысыңда, жаратылысыңдағы бар әкенің қаны, ананың сүтімен берілген мінезің арқылы олар қарай өрбейді. Орта жинау, ол ортаға сіңімді болу, құрметті бола білу, жақсы дос жинай білу, оның барлығысы шын мәнінде үлкен қажырлы еңбекті қажет. Еңбек қажет, ақыл керек. Бұл жерде көптеген адами тұрғыда қасиеттердің барлығы керек. Сол қасиеттерді үнемдеп дұрыс дер кезінде уақытылы пайдалана білген адамда дұрыс арнаға жұмсап, иә, сол кезде ол адам қашанда сүйкімді, ортада қадірі болады деп ойлаймын. Сондықтан да мен жалпы саясат дегенде бұл жерде біреудің үкімімен, біреудің айтуыменен, бағытымен өмір сүрмеймін. Барлық өмірімді мен өз жүрек қалауым бойынша. Сол кезде мен сол өмірден рахат табамын. Ортадағы қадірі болады деп қалдың. Келесі сұрақ жалпы сол ортадағы қадірге байланысты болмақ. Құрметті көрермендер, келесі әңгімені жарнамадан кейін жалғастыратын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар. Жаңа Қарақат өз сөзіңде қоғамда өз пікірін қалыптасады деп қалдың. Қоғамдағы өз пікіріңе қатты қадағалайтының байқалады. Өйткені мәселен бір видео салсаң, егер халық оған жаман пікір жаса, бірден алып тастайсың. Өзіңе қатысты айтылған сын пікірлерге қатты жауап жазасың. Жалпы қоғамдағы жұрттың пікіріне деген тәуелділік деп айтсам, асыра айтқан болар. Бар ма сондай бір алаңдаушылық, пікірлердің бәрі маған дұрыс болсын деген ой бар ма? Мен кішкене келіспеймін. Жаңағы әрбір жазылған пікірге жауап қайтарамын, не болмаса алып тастайын деген бір-екі жағдай болды, алып тастаған. Бірақ жалпы қанша адам сонша пікір. Елдің барлығын көңілінен шығуы мүмкін емес. Сондықтан да бастапқы кезде мүмкін Инстаграм дегенді онша ұқпаған кезде, енді кірген кезде мүмкін сондай болған шығар. Барынан тек жақсы пікір, жақсы көзқарас күткен шығармыз. Енді өнер адамына тән ғой ол қасиет. Ал қазір мен барлығына жай қараймын. Жақсы жаза ма жазсын, оған қатты уайымдап, басында әңгімеміздің айттым ғой, бұрынғы Қарақат емеспін. Қазір иммунитетіміз біраз көтерілген, ол жағынан қалыптасқан, былайша айтқанда. Сондықтан да әрине жақсы айтып жатса нұр үстіне нұр. Енді жаман болмауға, соншалықты ел табалайтындай, ел жаңағыдай қаралайтындай қимыл әрекет жасамауға әрқашанда тырысамын. Әрбір өзімнің аяқ алысымды, өмірдегі әрбір аузымнан шыққан сөз, әрбір істеген қимыл әрекетімнің оның артында үлкен халықтың көз қарасы, пікірі, назары тұрған жақсы ұғынамын. Сондықтан да қандай да бір қадам жасамас бұрын мен қабырғаммен кеңесем. Бірінші оны ой елегінен өткізіп барып жасаймын. Осылай айтсам болады. Қадам демекші, мысалға Қарақат былтыр туған күніңді мешітте атап өттің. Сол туған күнде өзім болдым. Ол кездегі сенің жаңағы шын негізгі шынайы ойың мешітте атап өтіп, Алладан сұрап, аман есен қол аяғымды бауырыма алсам, аман есен қызды болсам деген арман мақсаттан туған. Сол жерде бәріміз уағыз тыңдасақ, бір иманға бет бұрсақ деген ойдан туған өзім қасында болдым, білемін, сондықтан айта аламын толық сеніммен. Жалпы биыл енді
40-тың қырқасына көтеріліп тұрсың. Біраз өмірдің, біраз енді жаңағы орысша айтқанда этапынан өттің. Өмірде жақсы мен жаманды көрдің, талай жолдан жүрдің, талай сүріндің де, құладың да, иығыңды тіктеп қайтадан жүріп келе жатсың. Енді өткенге қарап, мысалға бұл да бір өмірдің кезеңі, қазақта айтқанда 30-40 жаста. Осы кезде артыңа қарап, болашаққа қарап, не ойлайсың? Енді қандай ойлар сені мазалайды? Тәуба, дұрыс айтасың. Әрбір адамның жылына бір келетін өзінің жеке меншік күні, туған күн дейміз. Туған күнде адам өз-өзіне бір есеп беретін сияқты. Не нәрсеге қол жеткіздім, бүгінде мен кіммін, болашағыңа қарайсың. Сондықтан да тәуба деймін. Тәуба осы жасымызға бір адамдай-ақ, Аллаға шүкір, отбасылық өмірім болсын, өнерде болсын, өзім кәсібімде болсын, бір адамдай көкейдегі жүрген арман тілектерім жайлап орындалып, өз жолыммен сатылап келе жатқан жайым бар. Еш нәрсеге өкінбеймін. Жаңа құладың, тұрдың дейсің, кішкене ол теңеу де маған келіңкіремейді, өйткені мен әрқашанда сұхбаттарымда айтам, құлап, жылап, сүрініп, аяғымды шалыс басқан жандардың қатарынан да емеспін. Неге десеңіз, мен өзі бір жыл алақаннан екінші жыл алақанға өтіп отырған, өмірде бір жолы болған бақытты жандардың біріне өзімді жатқызамын. Тәуба. Өйткені ата-анам, Аллаға шүкір, тәрбие берді. Одан кейін үлкен қымбат апайымның керемет тәрбиесін көрдім, нағыз бой жеткен шағымда. Сөйтіп Қыдекеңе ұзатылып тұрмысқа шыққаннан кейін мінекей Қыдекеңнің қамқорлығында келе жатырмын. Сондықтан да мен бір өмірде қатты қиындық көріп, бір нәрсе осы армандап, сол арманыма жете алмай, болады ғой енді түрлі кезеңдерден өтеді адам баласы. Мен сол қиындықтарды онша қиындық көрмеген жандардың қатарына өзім жатқызар едім. Ол енді материалдық жағынан болуы мүмкін, өйткені Аллаға шүкір, менің жақындарым әрқашан қасымда, сол барлық мейірімін, барлық маған жанашырлығын танытып келеді күні бүгінге дейін. Осы эфирді пайдаланып, сол жақындарыма алғысымды білдіргім келеді. Сондай жақсы жандардың арқасында мен бүгінгі таңда қарақат болып қалыптасқан болсам, сол ақ тілеулі жақындарымның үлкен көмегі, ақылы, тәрбиесі. Анамнан бастап, ата-анамнан бастап, сондықтан да тәуба. Мен шүкіршілік етемін, құлыншақтарым өсіп келе жатыр. 3 қалада мектебім жұмыс жасап жатыр. 400-ге жуық шәкірт, үйде өз балаларым болса, сыртта 400-ден астам шәкірттерім бар екен. Бұйырса, міне осы 6 сәуірде үлкен есеп бергелі отырмыз. Мектеп ашқандардың алғашқылардың бірі болып мектеп ашқан болсақ, сол мектебімізге биыл 10 жыл толады екен. Барлығы өз ретімен, өз кезегімен, өзінің бір сәніменен өміріміз жайлап алға жылжып келе жатыр. Жасымыз есейіп, жылға жыл қосқан сайын артымызға қарасақ, тәуба дейтін, шүкір дейтін жағдайдамыз. Ал енді не толғандыратын мәселе өте көп. Ең бастысы, әр адам өзінен бастау керек. Ол ұрпақ тәрбиесіне қатысты болатын болса, ол тіліміз, ол өзіміздің қазаққа тән салт дәстүр, салт санамыз, әдет ғұрпымызды біз өзіміздің өсіріп дүниеге келген балаларымыздың тәрбиесінен бастауымыз керек. Соларды бір-бір қазақтың патриот ұл-қыздары қылып қалап қатарға қосып жатсақ, ол да біздің үлкен үлесіміз. Әр адам өзінің бір не істей алдым еліме, жеріме, тіліме, дініме деген сұрақты қойған кезде өзі судың бетіне қалқып шыға келеді. Шүкір, дер кезінде осы мектеп ашу арқылы бір адамға ол жай мектеп ашқан шығар, жеке бизнесі деп қарау мүмкін. Жоқ, кешіріңіз, бұл жерде бизнес деп мен бұл кәсіпке қарай алмас едім. Бұл жерде үлкен ұрпақ тәрбиесі, оның ішінде өнер арқылы баланы өзінің ұлттық музыкасын, аспабын, қоңыр үнін, халық әндерін жастайынан санасына сіңіре отырып, өзінің нағыз ұлтжанды азамат етіп тәрбиелеп шығару. Ол балалар мүмкін музыкант болмау мүмкін, ол балалар шетелде өмірлерін жалғастыру мүмкін. Қалай болған күннің өзінде менің алдыма шәкірт болып келген кішкентай бүлдіршіндер нағыз ертеңгі бір-бір сол қазақтың нағыз ұл қыздары болып шығатынына, өзінің елін сүйетін ұл қыздар болып шығатынына мен кәміл сенімдімін. Сондықтан да 10 жылдың ішінде көптеген шәкірттер түлеп ұшты, алды, өздері де бесік тербетіп отқан ана, қарап отырсаңыз. Ол өзінше бір бөлек әңгіме. Өзінше бір асықпай айтылатын әңгіме. Сондықтан да айтқым келіп отырғаны, толғандыратын мәселенің барлығысы ол енді айдан анық
көп, ашық тұрған сұрақтар өте көп. Ал соған ол проблеманы шешімін әр адам өзімізден бастайтын болсақ, өзіміздің өсіріп отқан ұл қыздарымыз арқылы сол олқылықтардың толтыратын болсақ, барлығы ретіне жақсы жағына қарай бұрылады. Жолым болған адам деп жаңа өзің айтып қалдың. Жалпы Қарақат, өзіңмен араласа жүріп байқағаным, мені шынын айту керек, жақсының жақсылығын айтып, анаңа деген ерекше құрметің. Бір үнемі анаңды бір моншаға апарасың. Содан оны кішкентай бөпе сияқты шомылдырасың. Ол кісі жаңағы, әй қой мына қыздар не істейді деп, бір кішкентай бір бөпе сияқты еркелетесің, ботам дейсің. Бір анаңа қатысты өзіңнің бір әдемі сырларыңды, анаңды ерекше жақсы көретініңді, анаңды бір ерекше еркелететініңді өзім жалпы жұрттың көзінше байқағаннан кейін, көргеннен кейін қасыңда білгеннен кейін айтқым келеді. Қаламқас апай биыл 78 жасқа келген екен. Иә, анамның жақында ғана туған күні болып 78 жасқа келді, Аллаға шүкір. Ана мен баланың арасында бір тылсым күш бар ғой, тылсым бір байланыс бар. Анаң деген кездің өзінде жүрегің зырқ етіп, бір көзіңе жас келіп, өзіңнен өзің бір толқып, мына жерің толып қаласың. Ол да бір табиғаттың заңы сияқты, бір табиғаттың бір толып кетесің. Енді білмеймін, өзі алыста жүргенде сағынып жүредім қазір. Осы бақытты ел бағдарламасын ұлттық арна қосулы әрқашанда тамашалайды, анам қарап отырған болар. Шексіз анама қандай құрмет, қандай жақсылық жасасам да, ол еш уақытта ол кісінің маған жасаған еңбегін ақтай алмаспын. Дегенмен де айтады ғой, мынау Қыдекеңнің анасы мен көрген жоқпын, марқұм енеміз дүниеден ерте озған кісі екен. Сол айтады, егер сол анам тірі болса, шіркін арқама салып жүретін едім, барлық мына өмірдің жақсылығын көрсететін едім деп. Мысалға, анасы ертерек өмірден озып кеткен қаншама адам сөйтіп армандайы, сондай бір нәрсені армандайды. Ал енді біз көзі тірісінде жалпы адамды тіршілікте бағасын білу, қадірін білу, қолынан келгенше құрметтей алу, ол анаға қатысты болсын, ол кімге болмасын, жалпы адамзат бір-бірімізге тіршілігімізде жақсы сөзімізді айтып, жақсылығымызды жасай білмесек, не үшін өмір сүріп жүрміз деп ойлаймын. Сондықтан да менің әрбір анамның осы қасымда болуы, аман болуы мен үшін өте қымбат. Сондықтан да ол кісіге қанша мен жақсылық құрмет көрсетсем де, мен оны еш уақытта бірдеңе жасадым. Иә, мен бірдеңе жасадым деп еш уақытта нетпеймін, ол мен парыздарым. Әрбір бала солай ойлау керек, өзінің анасының алдында әрқашанда сөйтіп иіліп өтсе, әрине ол деген енді ғанибет. Сондықтан да әкем де марқұм дүниеден озар кезде айтты, екі дүниеде де ризамын айналайын. Ер балаларым көрсетпеген, маған жақсылықты көрсеттің деген сияқты күйеу баласына да ризашылығын білдіріп кетті. Ал балаға бұдан асқан не бар? Тіршілігінде ата-анаңның ризашылығын алу, ризашылығына бөлену. Мысалы, Қарақат, сен көлікті қатты жүргізетін адамсың. Иә. Соған қарамастан әкең бір ауыз сөз айтып, Қарақат, енді көліктің рөліне отырма деген кезде бірден бас тарттым да, ешқашан рөлге отырмай кеттім. Иә, әкемнің осы ең соңғы менен сұраған аманаты деп айтсақ болады. Иә, рөлге отырмай ақ қойшы, осы керек жоқ саған, түкке де керек жоқ деп. Енді оның алдында талай өнердегі мысалдар көп қой. Осы жол апатынан о дүниелік болған жағдайлар көп. Сондай нәрсені көңілін алдым екен, әлде түсіне аян бердім екен, білмеймін. Маған сондай бір өтініш жасағаннан бері, мінекей биыл 12-ші жыл мен мүлдем көлікке отырған жоқпын. Әкемнің де қайтқанына сонша уақыт болды. Яғни әкемнің бір ауыз сөзі, содан бері әлі рөлге отырған жоқпын. Жүргізушімен жүріп жүрмін. Мен ойлаймын, ата-ананың тілегін орындау, ата-ананың әрбір тілегіне, сөзіне, батасына елең етіп, соған кәдімгідей мән беру, ол әрбір бала оған парызды. Сондықтан да жұмақтың да кілті ананың табанының астында болса, Алланың разылығын алғысы келетін әрбір пенде, әрбір адам, ол ата-анасын риза қылу керек, ата-анасын ұлықтау керек, батасын алу керек деп ойлаймын. Сосын бір байқағаным, жалпы сенің балаларың, мысалға ер балалар, өте жаңағы енді еркін өскен балалар. Сонда бір-бірімен жаңа балалар ойнап құлақ қалса, міндет түрде ғой. Басы жарылып, балаң қанат басы кетіп тұрса, ештен кетпейді деп, сондай бір мән бермейсің. Балаға деген бір, сенің балаға деген қарым-қатынасың мені қатты таңғалдырды. Бір өбектеп, баланың үстіне түспейсің. Ештен кетпейді қазір балам деп. Балаларыңды жақсы көресің. Өзіміз солай өстік.
ол ауылда кезінде анамыз өзіміз көп балалы отбасында өстік, солай өстік. Ешкім бізді өбектеп, оның үстіне ол ер бала болғаннан кейін ештеңе етпейді. Жерден жетіге келгенше таяқ жейсін деген ештеңе етпейді. Ал енді кейбір аналарды көріп атамыз, біз баланың үстіне түсіп, сонымен бірге жылап, жаңағыдай біттей бір түймедей нәрсені түйедей қылып, өзінің жүрегін жаралап, ана жердегі баланың, оның барлығысы балаға әсер етеді ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, болмашы ол құлап қалады бала. Ол құласа енді құлайды да, өйткені ойнайды бала, оның үстіне ер бала, олар тынымсыз жүгіреді. Қанақ тұрса да ештеңе етпейді балам. Енді басың аман болсын. Барлығы жақсы болады. Сүй деген кезде бала өзі жинақталып қалады. Жылағысы келіп тұрған бала бірден өзі тынышталып, ештеңе етпейді екен ғой деп, яғни ол психологиялық тұрғыдан да жақсы әсер етеді осындай нәрселер. Егер мен онымен бірге жылап отырсам, сонда не болғаны? Бітті, ана бала одан сайын оның мінезіне, ер баланың мінезіне бұл кері әсерін тигізеді деп ойлаймын осындай нәрселер. Оны еркек қып тәрбиелеу керек қой. Өмірде әлі талай таяқ жейсің бала. Бұл ештеңе етпейді. Сол сияқты әкесі де айтатын. Өзің ешкімге тиіспе, біреу тиді ме, аяма, жақсылап тұрып жауап бер дейді. Ер адамды еркекше тәрбиелеу керек. Ал қыз балаға кішкене басқаша қарау керек сияқты. Аялёкаға, аялаға. Оған ерекше бір қарым-қатынас. Енді әлі кішкентаймыз ғой, Құдай-ау, әлі кішкентай, 10 айдан енді астық. Енді міне қылтың-қылтың етіп, бетімізге күлімдеп қарап тәттілігі шығып келе жатыр. Әрине қыз балаға біз барлығымыз, ұлдардың барлығы автоматты түрде осы қалай үйге гүліміз келді, қызымыз келді, барлығы ізет, құрмет, барлығы бетінен иіскеп, сүйіп, көтеріп, бір-бірімен таласады, мен көтерем, мен жақсы көрем, менің қарындасым деп. Ол сондай махаббат, мейірімге тойып өскен қыз бала әрине, ол нәзік болады, талдырмаш, сондай бір көркем мінезді болып өсетініне мен сенімдімін, өйткені қыз бала солай болып өсу керек. Мен қыз баланың ер мінезді болғанын онша қаламаймын. Қыз балаға тән нәзіктік болу керек. Инабаттылық, ибалылық, оның бәрін кішкентай кезінен сіңіру керек деп ойлаймын, сол қасиеттерді. Ол өзінен өзі бола кетпейді ғой. Сондықтан да қыз баланың қыз балаға тән қасиетпен, болмыспен өскені, ұл баланың ұл балаға тән болып өскені. Құдай сақтасын, ұл баланың нәп-нәзік болып, жылап, майысып тұрғаннан Құдай сақтасын. Сондықтан да біздің ата-аналық міндетті түрде тәрбиедегі ұстанымымыз сол. Мейірімді болу, көпшіл болу. Ал көп балалы отбасына ол енді тән дүние. Көпшіл болу. Біздің әлеуметтік желідегі парақшамызда ең көп қойылған сұрақ, жаңа өзімде 5 ұл деп айтып қалдым. Тағы да дүниеге сәби әкелу жоспарда бар ма? Жалпы баланы дүниеге әкелуді жоспарлаған дегеннің өзі бір түрлі екен. Оны жоспарламайтын сияқты. Ол туралы ойланбаппын да әлі. Көпем әлі кішкентай. Осы кішкентайларымды дұрыстап аяғына тұрғызып алудың өзі кәдімгідей үлкен жауапкершілік. Сондықтан да денсаулық берсін жаратқан. Осы күш қуат берсін, осы балапандарымызға дұрыс тәрбие беріп, ел қатарына қосып жеткізсек те шүкір ғой негізі. Бәрі жаратқанның қолында. Бір кездері Қарақат өзің жалпы кез келген енді аналар деген беспенің сабасындай, бір мол кең, мол пішілген, өзі бір аналықтың жілеп есіліп тұратын бір үлкен толық кісілер болады ғой, ана деген бір образы. Сондықтан өзің осы толық қалпында қаламын, енді аналық образда қаламын деп айтып жүрдің да, қазір қайтадан өзің салмағыңды тастап жатсың. Әлеуметтік желіде де осы бір өзекті мәселе болып тұр, салмақ, артық салмақ. Оның сыртына осы эфирді пайдаланып айтқым келіп тұр. Менің сыртымнан танымал әнші болғаннан кейін бәйтеуір неше түрлі шәй, таблеткаларды Қарақат осыны ішіп артық салмақтан арылған екен деп мен болып сұхбат беріп, осындай жасалып жатқан тірліктерге қатты қарным ашады, қатты көңіліме алам. Бірақ олармен соттасуға, ұрысуға еш уақытым жоқ. Бірақ осы көрермендерге айтқым келетіні, осындай жарнамаларға, алаяқтардың осылай жасалып жатқан сырттағы әрекеттеріне сенбеңіздер. Жалпы артық салмақтан арылу үшін бірде-бір таблетканы, шайды ішесіп артық салмақтан арылдым дегеннің өзі өте күлкілі, ол ақмақ, жаңсақ пікір. Сондықтан да айтарым, бұл жерден сахнадан болғаннан кейін, барлық өз кезеңмен. Баламыз енді бұйырса бір айдан кейін бір жасқа толамыз. Ол өзі менде солай, бала бір жасқа толған шағында табиғат ананың өзі бейтіп жинайды, кішкене қалпыма келтіреді.
ал бірақ оғанға дейін жанталасып осы өзімді өзім жұлмалап қайтсем де артық салмақтан арылам деген қиналған жандардың қатарынан емеспін. Барлығы жайлап өзінің ретімен келе жатыр. Сондықтан да артық салмақтан арылғыңыз келсе, айтар едім, ауыз тию керек, көп қимылдау керек. Оның үстіне мына концерттік қарбаласпен қазір тіпті тыным жоқ. Жүгіріс. Сырттағы 400 баланы қайтсем 2,5 сағаттық бағдарламаға кіргіземін. Сол әр балалардың, өз балаларыңнан бетер соларға уайымдап, жүгірістің өзі біраз адамды жинақтайды екен. Жалпы әлеуметтік пікір туралы айтылып қалды. Әлеуметтік пікірде өзіңе қатысты жиі жазылатын сөз теңеу, былайша айтқанда қазақша тәкаппар дегенді көп айтады екен. Осы бағдарламаны пайдаланып, сондай саған жазған адамдарға не айтар едің жалпы? Айттым ғой басында, қанша адам бар, сонша пікір бар. Ең бастысы адамды жақсы танымай тұрып. Өзіңде тәкаппарлық бойыңда бар ма, жоқ па, сол туралы не айтар едің? Егер енді солай деп жазып жатса, солай деп ойлап жатса, мүмкін бар шығар. Ал жалпы адамды жақсы білмей тұрып, ол туралы пікір жазудың өзі дұрыс емес. Мысалға, өте жақсы араласып жүрген, оны сендер білесіңдер. Тәкаппарлық менің бойымда бар ма, жоқ па, Ал менің сырт көзге кішкене салқын қандылау көрінетінім рас. Мені өйткені жақсы танитындар айтады. Танымайтындар айтады, сізді өте бір қатал, ешкімге жұғымы жоқ, бір сондай тәкаппар дедіңіз, сондай адам деп ойлаушы едік, ойбай, сіз деген осындай адам екенсіз ғой деп жатады. Сондықтан да айтып отырмын ғой, адамды жақсы, ол сырт келбеті ол адамның басқаша сөйлеп тұруы мүмкін. Бірақ оның жан дүниесі, мінезі басқаша болуы мүмкін. Сондықтан да адамды білмей мен еш уақытта ешкім туралы пікір айтпаймын өз басым. Ал енді халықтың адам болғаннан кейін жазып жатады. Оларға ешкімнің аузына қақпақ бола алмаймын. Бұл сұраққа қалай деп жауап беремін? Мен өзімді танитын адам ретінде, мен өзімді негізі керісінше ақ көңіл, қарапайым, ашық, есігім де ашық, көңілім де ашық, аңғал-саңғал адамдардың қатарына жатқызамын. Егер мен соншалықты тәкаппар, соншалықты жұғымы жоқ, салқынқанды адам болатын болсам, менде сыйласатын ортамда болмас еді, осы деңгейге, осы дәрежеге жетпес едім деп ойлаймын. Менің оның үстіне азаматым, Қыдырдың өзі жек көреді ондай тәкаппар, меншіл, тек өзін ойлап қалған, кеудесін соққан адамдарды. Сондықтан да ол өсіріп, қыз өсіріп отқан ана болғаннан кейін, бәленбай шәкірттің ұстазы болып отырғаннан кейін, ол тек қана кеудемді соғып, мен деген тәкаппарлығы бар адамның кәсібі де, жұмысы да алға жүрмеген болар еді деп ойлаймын, егер дәл сондай қасиет басымырақ болатын болса ол адамның бойында. Сондықтан не дейін енді? Ешкімнің аузына қақпақ бола алмай. Өзіңнің бойыңда ұнамайтын бір қасиетпен өзің жақсы көретін қай қасиетің? Ұнамайтын қасиетім ба? Қасиет ба, енді қалай атасам? Менде енді үне бойы өзіме көңіл толмаушылық. Сырт көзге бәрі керемет болып жатады, тіпті жақындарымның өзі ой ғажап, ғанибет, осы әрбір істеген тірліктің барлығына осы бір аң-таң болып жатқан күннің өзінде менде бір көңіл толмаушылық. Қыдекеңнің өзі соны маған айтады. Бәрі жақсы, бәрі тамаша, өзіңе мініздей берме деген сияқты. Сосын енжар болмау керек, ұйқыны жақсы көріп қалатын кездеріміз болады. Біздер өнер адамы сәл ұйқың қанбаса болды ғой, мазаңға ашып кетеді. Сол сияқты әлі де болса көп еңбектену, көп алға ұмтылу. Ал жақсы көретінім ол менің керісінше осы ашықтығым. Ол анамнан дарыған қасиет. Ақ көңілділігім, қарапайымдылығым деп айтамын. Рахмет, Қарақат. Жалпы сенімен біраз әңгімелесіп, біраз сырды ақтара отырып түсінгенім, енді бұрыннан да білем ғой, енді бұл сұрақты айтайын дегенім, саған жаңағы лотерея билетін ұтып алған сияқты қарайды елдің бәрі. Бірден сен сахнаға шықтыңда, жарқ ете қалғандай, өмірің бірден гүлге айналып кеткендей деп ойлайды. Бірақ әңгімелесу арқылы одан әрі өзімнің ойымды нығарлай түссем, кез келген сахналық образдың, кез келген елдің алдында жүрген танымал адамның артында қажырлы еңбек, өзің айтпақшы ақыл, өзің айтпақшы парасат, әрбір қадамына өзінің жіті бағалау, өзінің өткеніне, қазіргісіне баға беру. Осыны байқадым. Жалпы осы қазақтың қызы қандай десе Қарақаттай деген пікір бар ғой, осы образға сай болып, үнемі елдің көз алдында өсіп, өніп жүре бер. Шығармашылықта табыс тілеймін. Концерттің жақсы өтсін, 10 жылдық. Ой, рахмет үлкен, барлықтарыңызды 6 сәуір күні орталық Қазақстан концерт залында күтеміз. Бір әдемі кештің куәсі болыңыздар. Шығармашылық табыс, өздеріңізге де рахмет, шақырғандарыңызға бақытты болайық барлығымыз.